Кәсіпорындар жұмыс істеп тұрған кезде Үштөбе дүркіреген ауыл еді. Фабрика жабылған соң басынан бақ тайып, көпқабатты үйлері иесіз қалды. Себебі орталықтандырылған жылу жүйесінен ажыратылды. Тұрғындары басқа жерге қоныс аударды. Баспанасында бас сауғалап қалғандары он шақты түтін ғана. Көршісі жалғыз өздері пеш салды, мұржа шығарды. Талапқа сай болмаса да жан сақтаудың жалғыз амалы осы болды дейді. Квартира тоже своя была, хозяйство все было у меня. Өзімнің пәтерім болған, қызым үшін келдім, жалғыз қалды. Біз не көрмедік? 10 жылда су құрғырға жету үшін талай мекеменің есігін тоздырдық. 4000-ға жуық тұрғыны бар Үштөбеде көпқабатты үйлер саусақпен санарлық қана, ал оның 240 баспанасы бос тұр. Соның ішінде 60 пәтер мемлекет тарапына өтіпті. 10 жыл бойы иесіз қараусыз қалған ғимараттың сыры кетсе де сыны кетпеген екен. Сарапшылардың өзі бәрі жақсы деп бағалаған. Алайда бұл жағдайды түгелде қадағалауын алған ауыл әкімі қайта қалыпқа келтіруге қауқарсыз. Өйткені әр пәтердің өз қожайындары бар көрінеді. Сөзінше тек тұрғындарға тек мемлекеттік модернизация бағдарламасымен ғана қол ұшын алады. Негізі заңды түрде мемлекеттік бағдарлама бойынша көп қабатты үйлер модернизация бойынша 70% халықтың сол модернизацияға келісім беруі керек. Өздері шот ашуы керек. Мен оларға жаңағындай мынандай өздерінде кітаптар бар, қалай бұл бәрі заңды түрде істелінеді, бәріне беріп тапсырғанбыз. Міне сіздер осылай көріңіздер себебі. Сол кезде үкімет сіздерге көмек бере алады. Көпқабатты үйдің әр бұрышында бірен-саран терезе бар, бірақ олардың өзі түгелдей жөндеу көрмеген. Ал тұрғындар болса ескі көршілері өз пәтерлерін енді өздері сатуға кіріскен дейді. Гүлзия Мирханқызы, Марат Күлтенов, Арнайы Қазақ Ньюс үшін Қарағанды облысынан.